Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен бірге Қазақстан тарих 8 сынып ПТС разбор жасайтын боламыз. Бұл бізде 2024-2025 жылдардағы білім тексеру сынағының 3-ші тоқсанға арналған Қазақстан тарих пәніне арналған тест. Бұны енді біз сіздермен разбираться ететін боламыз. Кеттік. Так, 41-ші сұрақ. Дәйектердің ішінен дұрыс емес қатарды анықтаңыз дейді. Ассимиляция саны аз, саяси әлеуметтік ахуал төмен халықтың өзінен басым халықтың құрамына біртіндеп сіңісіп кету. Ассимиляция деген ол бір-бірімен сіңісіп кету ретінде түсінсек, ол дұрыс. Бұл дұрыс. Репрессия мемлекеттік органдары қолданатын азаматтардың құқықтарына нұқсан келтіру, жазалау. Бұл бізде дұрыс. Тәркілеу қандай да бір дүние мүлікті мемлекет меншігіне алу. Бұл бізде дұрыс. Карлаг лагерлердің бас басқармасы деген бұл бізде қате. Өйткені бізде гулаг болды. Лагерлердің бас басқармасы гулаг болды. Карлаг, Алжир, степлактар гулагқа бағынды. Сондықтан бұл бізде С вариант болды. Сұрақтың өзіне назар аударайық жігіттер. Дәйектердің ішінен дұрыс емес қатар деп тұр. Сол үшін сұрақтың өзіне дұрыс назар аударып, сол арқылы дұрыс жауап табуға да болады. Сізде мына жерде дұрыс қатар деп айтылып қалған жағдайда, сіздер біреуін ассимиляцияның өзін таңдап кетулеріңіз мүмкін еді. Екінші сұрақ. Сәйкестендіріңіз. Сәдуақасов, Голошокин, Губкин, Сәтбаев. Так, Орал жем мұнайлы ауданын зерттеді. Орал жем мұнайлы ауданын зерттеді. Бұл бізде Губкин болады. Губкин болады. Так, ал Жезқазған аудандағы мыс кені орындардың болашағы зор екенін дәлелдеген бұл бізде өзіміздің Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болады. Өнеркәсіпті өңдеу салаларын кен желісін енгізу идеясын ұсынды. Өнеркәсіпті өңдеу салаларын кен желісін енгізу идеясын ұсынды. Бұл бізде Сәдуақасов болады. Ал Голошокин өз Қазақстанда қайта өңдеуші ұсақ орта кәсіпорындарды дамытуды қолдады. Яғни бізде 1С, 2Д, 3А, 4Б. Ол бізде А варианты болады екен. Так, айып етпеңіздер. 43-ші сұрақ. Оқиғалардың хронологиялық ретін анықтаңыз дейді. Ірі бай шаруашылықтар мен жартылай феодалдарды тәркілеу және жер аудару туралы декрет ол бізде 1928 жылы тамызда қабылданды. Ал Сырдария, Қостанай округтерінде ашаршылыққа қарсы көтерілістер басталды. Бұл бізде 1929-1930 жылдар аралығын қамтыды. Ал үшінші нұсқауға қарасақ, біздің большевиктік партияның 15-ші съезі болды дейді. Бүкіл компартия большевиктік партиясының 15-ші съезі бізде 1927 жылы желтоқсан айында болады. Енді бізде 3-1-2 деген вариант керек. Сонда ол бізде тағы А варианты болады екен. Так, айып етпеңіздер. 44-ші суретте бейнеленген оқиғаға қатысты қате дәйектерді анықтаңыз. Сұрақтың өзінде қате дәйек деп тұр. Сол себепті сұрақтың өзіне назар дұрысты аударайық. Индустрияландыру жылдарындағы Қазақстандағы маңызды құрылыс объектісі. Бұл бізде суретте белгіленген Түркістан-Сібір темір жолы. Бұл А вариант, бірінші нұсқаудағы вариант ол бізде дұрыс. Құрылыс 31-ші жылға қарай аяқталды. Ол дұрыс. 27-ші жылы құрылыс басталады, 30-ші жылы аяқталып, 31-ші жылы қолданысқа беріледі. Сібір мен орталық Азияны байланыстыратын темір жол құрылысы. Бұл бізде өте дұрыс. Екінші 5 жылдық жылдарында салынып пайдалануға берілді. Бұл бізде қате. Ақпарат және 5-ші қараңыздар. Картинаны алғашқы еңбек жолын осы құрылыстан бастаған кескіндемеші Құлудов салған дейді. Бұл бізде тоже қате. Бұл Түрксіб картинасын біздің өзіміздің ең алғашқы суретшіміз, тұңғыш суретшіміз Әбілхан Қастеев салады. Ал бұл салынған суретте Түркістан-Сібір темір жолы бізде бірінші 5 жылдықты қамтиды. Яғни 1927-1931 жылдар, 1928-1931 жылдар, 32 жылдар аралығын қамтиды. Ал екінші 5 жылдық бізде ол 33-37. Сондықтан Д варианты дұрыс болады. 45-ші сұрақ. Ірі өнеркәсіпті құру мен дамыту негізінде бүкіл халық шаруашылығын қайта құру шарасы бұл бізде индустрияландыру деп аталады. Ал жаңа экономикалық саясат әскери коммунизмнан
әскери коммунизм бұл бізде азамат соғысы жылдарындағы саясат болады, ал жаңа экономикалық саясат азамат соғысынан кейінгі елдің экономикасын көтеру мақсатында құрылады, ал ұжымдастыру болса ауыл шаруашылықтарын біріктіру мақсатында құрылады. Сондай реформа. Ал 46-шы сұраққа қарасақ, ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастырудың зардабына жатпайды халықтың жаппай қоныс аударуы, топырақтың құнарлы қабатының эрозияға ұшырауы, жеке шаруашылықты жою, жаппай аштықтың басталуы. Қазақстандағы ауыл шаруашылығын күштеп ұйымдастырудың зардабына жатпайды. Жеке шаруашылықтың жойылуы бұл жатады, жаппай аштықтың басталуы бұл жатады, халықтың жаппай қоныс аударуы бұл бізде жатады, топырақтың құнарлы қабатының эрозияға ұшырауы бұл бізде жатпайды. Себебі бұл 9 сыныпта өтетін кітапта бұл тыңайған және тыңайған жерлерді игеру мақсатында оның зардабы ретінде осы топырақтың құнарлы қабатының эрозияға ұшырауы болады. Бұл 9 сыныптағы реформаның нәтижесінде. Ал қалған 3 нәтиже ол жатады. Қазақстаннан жаппай ашаршылық кезінде көшеді. Қазақстанда кіші қазан идеясын іске бастаған кім? Голошокиннің өзі. Қазақстан ол кезде бізде кім еді? КСР, жоқ, Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республика еді. Сол кезде біздің басшымыз Федор Голошокин болатын. Сол үшін ол Сталинге хат жазады. Мыналар әлі отырықшылыққа келмепті, ауылдан ауылға көшіп жүр деп қазақтарды Сәдуақас кімге? Сталинге сипаттайды. Сөйтіп Сталинге айтады, осы кіші қазан идеясын ұсынады. Сосын Сталин оған айтады, бұл сіздің ойыңыздағы таптырмас идея деп, сөйтіп кіші қазан идеясы Голошокиннің бастаған ісі болады. Мәтінде тарихи дерекке қатысты тұлғаны анықтаңыз. Голошокин жолдас неліктен жүн жуудан әрі қарай барғысы келмейді. Шұға фабрикалы ұйымдастыру өзіне сұранып тұр. Қазақстаннан жуылған жүнді Ресейге қарай шығарып, осы жүннен тоқылған мәскеулік шұғаны кері қарай тасығаннан гөрі Қазақстанда дайын шұғаны темір жолдар арқылы сыртқа шығару жеңіл емес пе деп, бұл бізде Смағұл Сәдуақасов жазады екен. Ал 49-шы сұрақ. Қазақстанда жүргізілген индустрияландыру шарасының нәтижесі түсті металдардан негізгі өндірушісіне айналды. Бұл бізде А варианты болады. 33-ші жылы. 50-ші сұрақ. 1933 жылы Голошокин қызметінен босатылып, оның орнына Қазақ өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болып сайланды. Мирзоян деген кісі Голошокиннің орнына келеді. Ал 51-ші сұрақ. 31-33 жылдар ашаршылықтан қаза тапқан қазақ халқының саны бұл 2 миллионнан астам адам еді. Бұл бізде ауыр ауыртпалығы бар кезең еді. Малдың 40 миллионнан 40 миллион өтір 5 миллион малы бар малдан бізде осы ұжымдастыру кезеңінен бізде 4,5 миллион мал қалды. Көбісі ұжымдастыру кезеңінде жұттан қайтыс болды, немесе ал орыс үкіметі малдарды бауыздап отырды, еттері сасыды, еттері сасығаннан кейін ол ет жарамсыз болып бастады. Сол себепті халық ашаршылыққа ұшырады. Бұл ашаршылықты қолдан жасау деп айтуға болады, өйткені бұл Голошокиннің қазақтарға істеген геноцидінің бір түрі еді. Берілген дәйектер қандай тарихи оқиға қатысты екенін анықтаңыз. Мыңдаған жылдар бойы дейді, көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан қазақтар бір күннің ішінде отырықшыға айналды. Астық дайындау науқаны белсенді жүргізілді. 1,5 миллиондай қазақ көрші республика мен шетелдерге қоныс аударды. Айтып өткендей, ұжымдастыру болады, өйткені бұл жақта көшпелі жартылай мал айналысқан қазақтар бір күннің ішінде отырықшыға айналды, өйткені Ресей үкіметі олардың малдарын тартып алды. Не үшін? Қалайша? Байлардың малдарын тартып алды. Және де айтып өткендей 28 жылы тамызда байлардың мүлкін тәркіледі. Байлар үлгергендері сыртқа қашып, малымен бірге, отбасымен бірге Қытай аралап шетел асып кетті. Ал үлгермегендерін малдарын патша үкіметіне өткізіп тақыр кедей болып қалды. Сол ұжымдастыру бұл өзі қолдан жасалған геноцид.
Индустрияландыру қарсаңында академик Курнаков Қазақ КСР Кеңес одағының тұтас металлогенді ауданы деп тұжырым жасаған аймақ бұл бізде орталық Қазақстан болады. 54. Алаш қозғалысының көрнекті қайраткерлерін ақтау науқаны басталды 20 ғасырдың 50 жылдары болады. Ал кейінгі ақтау науқаны ол бізде 20 ғасырдың 80 жылдары, 1988 жылдары бізде кімдер ақталды? Шәкәрім Құдайбердіұлы, Сәкен Сейфуллин сынды 5 тұлға 88 жылы ақталады. Оның ішінде Дулатов та бар. Ахмет Байтұрсынұлы бар. Ғабит Мүсірепов, Ғатауллин, Дәулетқалиев, Алтынбеков, Қуанышев жазған бесеудің хаты ашық хатының мазмұны қазақ даласының мүшкіл ахуалы, яғни ұжымдастырудан зардап шеккен халықтың мүшкіл ахуалын жазады. Ал 56 сұраққа келсек, бос орындарды толтырыңыз. Байтұрсынұлы 12 жылы жазылған, 25 жылға бірінші рет қайталап басып шыққан алғашқы қазақша әліппе авторы бұл бізде оқу құралы болады. Оқу құралы, сосын енді қараңыздар, логикаға салатын болсақ, бір бізде оқу құралы болса, қалған логикада бізде маса ерсайын әдебиет танытқыш болып тұр. Сол себепті лайфхак ретінде сіздерге бір дұрыс жауапты білсеңіздер, ол басқалармен сәйкес келмесе, ол бізде дұрыс жауап болып табылады. Сол себепті бізде бұл Б варианты оқу құралы, екінші тіл құрал, сосын тіл жұмсар, баяншы деген нелері де бар, оқу құралдары бар екен Ахмет Байтұрсынұлының. 57. Суретте бейнеленген тарихи оқиғаны анықтаңыз. Бұл бізде Тұрар Рысқұловтың хаты десек те болады. Мынау парақты Тұрар Рысқұловтың Голошокинге жазған несі десек болады, хаты десек болады. Мынау Сталиннің өзі мынау ашаршылықтан көшіп кеткен халықтар еді. Бұл бізде ұжымдастыру саясаты. Айветпеніздер, кеттік. Келесі сұрақ, 58 сұрақ. 30 жылдар саяси өмірдегі тоталитарлық режимнің көріністері. Бұл бізде концлагерлерді құру, ассимиляциялық саясат еді. Ал дербестік беру ол бізде 1936 жылдан басталды. Ал ірі кәсіпорындарға өздерін қаржыландыруға рұқсат беру ол жесте еді. Ол мемлекет меншігінен өз өзіндік жеке меншікке өтуі. Ал Ахмет Байтұрсынұлы, тарихи біліміңізді және суретіңізді пайдаланып тұлғаға қатысты ақпаратты анықтаңыз. 17 жылға дейін 3 рет тұтқынға алынды. 1902, 1906, 1908 жылдары. Бұл бізде дұрыс жауап. Ал елімізде 2016 жыл 150 жылдың мерейтойы аталып өтті. Бұл бізде Әлихан Бөкейханұлы еді. Самарада айдауда болған, ол тоже Әлихан Бөкейханұлы еді. Ал Торғай облысында Торғай уезінің Сарытүбек деген жерінде дүниеге келген, ол бізде Дулатов еді, Міржақып Дулатов еді. Қазақстандағы табиғи байлықтарды зерттеу басталды, бұл индустрияландыру кезінде еді. Ал жасқаншақ 8-ші сыныптар, менің сіздерге тілерім БТС білім тексеру сынағынан топ 100-ге кіруді Алла сіздерге нәсіп етсін. Тек өздеріңізге сеніп, саспай, уайымдамай тапсырып шығыңыздар.